Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгінгі тақырыбымыз енді барлық кезде біздердің аналарымызда бір үйге келін болып келді. Осы видео контентті көріп отырған қыз баласы болса, ол да бір үйге келін болып барады. Ал жігіттер болса, ол бір үйге сол келінді алып келеді. Бұл тақырыпты неге қозғап жатырмын? Өйткені бір кісінің маған айтқаны бар. Әйел кісі. Осы әйел адамы тұрмысқа шыққан кезде бірденнен бір үйдің, бір отбасының үйінде қанша адам бар? Мысалға атасы бар, енесі бар, күйеуі бар, қайынсіңлісі, қайнысы бар. Егерде бір үйдің 5 семьясы, 5 адам болса бір отбасында, сол отбасының әрбір адамының әр түрлі мінездері болады. Сол мінездерді көтеруің керек. Ол үйдің әр түрлі сен білмейтін жұмыстары бар, сол жұмыстарды үйренуің керек. Енді қысқасын айтқанда, әрбір әйел адамы тұрмысқа шығып, басқа үйге барған кезде депрессияға түседі екен. Ол ойлап жүретіні бір нәрсе, әйтеуір біреудің ашуына жақпай қалмайын, біреудің жаңағы ісін дұрыс жасамай қоймайтын болайын, әйтеуір әрбір ісімді дұрыстап істесем екен деп ойланып жүріп, көп қателесетін жерлері де болады. Енді ол кішігірім депрессия деп айтайық. Өйткені депрессияға түскен адам шаршамайды. Не істеп жүргенін бірақ өзі түсінбейді. Бір кездер болады, мысалға, сіз өзіңіз үйленгендер түсінеді, үйленіп жатқан кезде өзің ойлайсың, біреудің тойы ма, әлде мен шынымен үйленіп жатырмын ба? Сен сонда сезіне алмайсың да өзіңнің үйленіп жатқаныңды. Өзің ұлды болған кезде, алғашқы кезде өзің ұлды болып, қызды болып, бірінші перзент сүйген кезде, онда да сезіне алмайсың. Оны ойлауға, былайша айтқан кезде, тәжірибе болмағаннан кейін оны ойлай алмайды екенсің. Алғашқы перзентті болғандар, Құдай қаласа болайын деп жатқандар, соны байқаңыздар. Біреудің баласы жақын арада біреу келіп алып кетеді ол баланы деген сияқты бір өзінің миларында бір таракандап жүреді. Енді айтайын дегенім, тақырыптан алыстап кетпейін, айтайын дегенім, бір кісі маған айтты, мен осы тұрмысқа шыққан кезде депрессияға ұшырадым. Мен сондай күйеуімнің не айтып атқанын ұмытып қалатын болдым көп деді. Және де сол үйдегі әйтеуір адамдардың көңілінен шықсам екен деп бір нәрселер жасай бердім, бірақ мен шаршамадым дейді. Сонда мен сол депрессиядан қалай шығу жолын, қалай жасау керегін өзім ойлап отырып, депрессияға түскен адам шаршамайтын болғандықтан, ол кісі сол үйге деген тек қана қызметін жасай беру керек екен. Енді дұрыс атасының мінезі болады, енесінің мінезі болады, күйеуінің, қайныларының мінездері болады. Жоқ. Әйел адам ең бірінші орында тамақты тәтті қылып істесе, сол ең күшті нәрсе. Сізге ертең отбасылы болған кезіңізде күйеуіңіз сізден сұрамайды. Тырнағымды маникюр жасап берші, педикюр жасап берші, шашымды алып берші деп ешқандай еркек адам сұрамайды. Сіз бірінші орында өзіңіздің, еріңіздің көңілінен шықсаңыз болды. Бір ғұлама, үлкен ғұлама ғалым қызын ұзатып жатып айтқан екен. Қызым, мен саған 3 өсиет айтам деп. Біріншісі, Алланың разылығымен күйеуіңнің ата-анасының разылығына жетуді мақсат қой алдыңа. Екінші, еріңнің, күйеуіңнің қарны тоқ болсын. Үшінші, күйеуіңнің ұйқысы бүтін болсын деп, осы 3 өсиетті айтып кетіпті. Қазіргі уақытта қарасаңыз, шынымен де, егерде сіздің әйеліңіз, ер адамдарға айтылған сөз, егерде әйеліңіз сіздің ата-анаңызды сыйлап, қолшылығын уақытылы жасап жүрсе, дені сау, ақыл-есі бүтін еркек, ол әйелді құрметтейді. Ата-анаңды құрметтеп жатса, қолшылығын жасап жүрсе, Алла Құдай ұмытпай,
адалмен жүрсе, онда сіз құрметтеуге міндеттісіз. Енді сіздің қарныңыз тоқ болса, ұйқыңыз бүтін болса, сіздің үйіңіз жұмаққа айналмай не болды сонда? Білесіздер ма? Кім үйіне қайтуға асықса дейді. Үйленген адамда үйіне қайтуға асығып тұрса, демек оның әйелі жақсы дейді. Кім үйіне қайтуға асықпаған болса, оның әйелі нашарлау. Өйткені Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан екен, осы өмірде сондай жұмақ бар, 5 күн жалғанда. Ол жұмақ кімнің әйелі жақсы, сол үй жұмаққа тең деген екен. Сондықтан қыздарымызға айтатынымыз, сіз тырнақ бояуды, шаш бүйралауды, шаш қиюды, ондай істі үйренбей тұрып, бірінші орында ас ауқат пісіру ісін үйреніп алсаңыз екен. Жаңағы маған айтқан кісі, мен сұхбаттасқан кісі, ол кісі психологиядан хабары бар, қазіргі уақытта үлкен маман. Ол кісінің жасаған ісі өзінің психологиядан хабары болғандықтан, тек қана қызмет жасай бердім, мен тек қана пирог, торт, неше түрлі салаттар, тамақтар, анау, басқа да жейтін ас ауқаттарды жасай бердім, сөйтіп, мен атамның да көңілінен шықтым, енемнің де көңілінен шықтым, және жаңағы қайнағаларымның, қайныларымның, қайынсіңілдерімнің, қайынбикелерімнің, бүкіл сол отбасыға қатысты адамдардың көңілінен шықтым. Өйткені қалай? Үйіне келіп, бір тәтті тағам жеп, мынау келініміздің істегені деп, сол үйдегі атасы мен енесі мақтан тұтып отырады. Ал келген адамдар осы үйдің келінің қолы берекелі, ас ауқатты жақсы істейді деп мақтап кетеді. Сондықтан құрметті қыздар, құрметті әпкелеріміз де бар, қарындастарымыз да бар, тұрмысқа шыққандары бар, шықпағандары бар. Тек қана алғашқы тұрмысқа шыққан кездегі депрессиядан шығу жолы тек қана қызмет жасай бересіз. Сіз сол депрессиядан, мен естігенімше, әйел адамның көпшілігі бір үйге үйрену үшін 6 айдай уақыт керек екен. Кемі 6 ай уақыт керек, ары қарай 5 жылға дейін. 6 ай мен 5 жылдың ортасында уақыт керек екен, 5 жыл деген енді ұзақ. Сондықтан мен сіздерге айтарым, 6 ай шынымен таза қызмет жасасаңыздар, сол үйдің ошағын тұтатып, түтінін түзу шығаратын келін сіздер боласыздар. Қазіргі таңда не? Мен істей беруім керек па? Мен жоқ кезде де осы тірлікті біреу істеп атқан шығар, мен шаршадым, мен де адамның баласымын, Алла сақтасын, ондай келінді дұшпандарыма да, әрине дұшпаным жоқ, қазақтың сөзі ғой, дұшпаныма да тілемес едім. Ал құрметті достар, құрметті замандастар, келін болсаңыздар, мықты келін болыңыздар, ал сол келіндердің ерлері, сол мықты келіндерді сыйлай біліңіздер. Келесі видео контенттерде жолыққанша аман сау болыңыздар.